Қазақстан мемлекетінің конституциясын алып отырмын міне өзімен бірге. Осы конституцияның бабын ашып, мен мына 25 октябрьге мына заң бойынша оқып өтейін 32 статьяны. Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации. Бұл жерде айтылып отыр, мына біздің Қазақстанның конституция бойынша бізге әр адамға митингқа шығып, өз ойын айтуға рұқсат деген. Мен енді өз атымнан мына Қазақстанның азаматы ретінде 25 октябрьде шығып, мына Қазақстанда қымбатшылық налог 16-18%-ке көтеріліп жатыр. Ет 6000-ға дейін қымбаттап жатыр. Кредит пайызы өте қымбат. Мына утилизбор деген бізде машине алсаң сол бағасымен бірдей утилизбор. Соны жою ретінде шығып айтуға құқымыз бар екенін мен заң түрінде айтып отырмын. Сондықтан мен 25 октябрьде бірігіп митингқа шығып, мына біздегі болып жатқан қымбатшылықты айтқым келеді. Сонымен қатар мына налог көтеріліп жатыр, политзаключенный отыр, Марат Жалынбаев, соны босатуын талап еткім келеді. Соған мен бәріңді шақырамын. Осы айтқандардың бәріне қосылам. Және өз атымнан жаңағы Ешенғазы ағаның айтқан митингі жөніндегі айтқандарына да қолдау білдіремін. Алла Қазақстан